Саламатсыздар ма, құрметті көпшілік? Қыс өтті, күн жарқырап, көктем келді. Міне наурызымыз келді. 14-нен бастап 10 күн бойы наурыз тойланатын жақсы сондай бір әдет пайда болды. Президентіміздің жарлығы бойынша деп ойлаймын. Көрісу күннен бастадық. Міне бүгін 18-і 4-ші күн, бүгін кеше 17-сі шаңырақ күні болды. Бүгін тағы бір сондай мереке. Мен сіздермен бөлісейін деп отқан ақпаратым бұл наурыз тойының жалпы қазақ салтында, әдет ғұрпында ерекше орын екенін мен жылда айтамын. Ол өзім білмеген ақпараттармен сіздермен бөлісемін. Бүгінгі айтайын деп отқаным бұл наурыздың ішінде наурыздың өзінің жалпы өзінің жөн жосықтары болады екен. Және өзінің әдет ғұрыптары болады екен. Шығыс елдерінің ішінде жаңа жыл міне енді келейін деп отыр. Оны барлығымыз білеміз. Наурыз тойланғалы бері, міне 30-40 жылдан бері тойлап келе жатырмыз. Бірақ осындай әдет ғұрыптары жайлы мен бұрын білмеппін. Бұндай ақпараттарды мен оны ойдан құрастырған жоқпын. Әрине, міне Сейіт Кенжахметұлы атамыздың әдемі кітабынан алдым. Қазақтың салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптары деген өте пайдалы кітап екен. Сол сіздерге мүмкін қажет болып қалар. Наурыз тойына байланысты, жаңа жылға байланысты негізі атаулар да көп екен, ұғымдар да көп екен. Мысалы, наурыз той дейміз, наурыз нама дейміз, наурыз көк, наурыз шешек деген болады екен. Наурыз көжені енді онсыз да білеміз. Наурыз бата, наурыз жұмбақ, наурыз жыр. Небір түрлері өте көп. Оны мен былтырғы наурыз айындағы бір осындай кездесуімде сіздермен бөліскен бір шамасымен. Ал енді бүгінгі айтатыным наурыздың жөн жосықтары. Не істеу керек? Наурыз болған кезде, жаңа жыл келгенде бұрын не істеген? Қазіргі күндерде енді былай істейді деп айта алмаймын, бірақ бұрынғыларда өте жақсы, өте бір керемет өзі кітаптан алынған ақпараттар. Соны сіздермен бөлісейін. Жалпы ұлыстың ұлы күнінде халық үйде отырмайды, далаға, көшеге шығады. Бой көтереді, барлық адамға құтты болсын айтады. Шат-шадыманға араласады, наурыз жырын айтады дейді. Әр үй наурыз көже дайындайды. Онда құттықтауға келгендер ауыз тиеді, бата береді және тілек айтады. Бұрын қателік жасағандар кешірім сұрайды. Екіншісі кешірім жасап, екі жақ табысады. Ренжіскендер татуласады, қол алысады, бірін-бірі үйге шақырады, дәм татады делінген. Бұның бәрі жаңағы наурыздың жөн жосықтары мен әдет ғұрыптарының ішіне кіреді екен. Үйді, қораны, даланы алдын ала тазартады. Бойында, ойында, ниетінде таза ұстайды. Таза ұстауға тырысады екен адамдар. Әдепсіз сөз сөйлемейді. Көңілін көтеріңкі ұстау керек екен жалпы наурыз күндері. Ешкімді ренжітпейді, және біреумен ренжіспейді де, қатты сөз айтпайды. Малды, тағы басқа жан-жануарды ұрмайды, зекімейді дейді. Бұл күні жұмыс істемейді, сауда жасалмайды екен. Көшіп қонбайды, сапарға шықпайды екен наурыз күндері. Шаш, тырнақ алмайды, және кір жумайды екен. Ақсақалдар мен әжелерге, ата-аналарына барып сәлем береді, құттықтайды, сый ұсынады, бел көтерер апарады. Және үлкендердің батасын алады екен. Бел көтерердің не екенін мен тағы да тоқталамын. Бұрын соңды естімеген ғұрып. Ары қарай. Әр адам алған қарызын осы күнге дейін қайтаруға тырысады. Жаңа немесе таза киім киеді. Кездескен барлық адамдарға жақсы көзбен қарайды, сәлемдеседі, жылы сөйлеседі.
үйдегі, даладағы мүліктер мен дүниелерді шаң тозаңнан арылтып, тазартып қояды. Тозығы жеткен киімдер мен ескі бүлінген заттардан арылады. Ағаш гүл отырғызады. Дәмді, тәтті, жеңсік астар әзірлейді, ішімдік ішпейді делінген. Алыс жақындағы туыс-туған, жекжат жұраттарға, сыйласқан кісілерге құттықтау, сәлем жолдайды, сәлемдеме жібереді дейді. Енді қазіргі мына техниканың, интернеттің дамыған заманында ондай құттықтаулар енді өте көп болады. Бір оңды, бір сондай жақсы жері, жекжат жұрат, құда, тумалас, ағайын, туыс, бауырлардың бәрін құттықтаймыз. Ол рас енді. Қағыра шаңыраққа барып сәлем береді, сыбаға апарады екен. Алдымен Құдай көршіге кіріп құттықтайды екен. Ауылды жерлерде енді наурыз үй көше-көше болып, немесе бір үлкен ауыл болып, наурыз бөлісіп жатады біз жақта, оңтүстікте, Жуалы өңірінде. Соның бір тармағы ғой деп ойлаймын мен, көршілерге барып сәлем беру деген. Алдымен Құдай көршіге кіріп құттықтайдыны айттық. Үйге келген адамды қуанышты жүзбен қарсы алады, дастарханға шақырады. Жетімдер мен панасыздарға, ауру сырқаулар мен мүгедектерге көмек көрсетеді, қайырымдылық жасайды екен. Таза, әрі бүтін ыдыстарды пайдаланады. Міне қандай жақсы ырымдар. Тек жақсы хабарларды ғана таратады. Жамандықты ол күндер айтпайды екен. Ұлыстың ұлы туғандарға наурызға байланысты, ұлыстың ұлы күні өмірге келгендерге қояды, наурызға байланысты ат қояды екен. Наурыз күні туған төлді төл басы деп айтады екен. Жылдың басы ғой, жылдың басы болғаннан кейін төл басы дейді екен. Жалпы бізде мына жерде сондай бір қызық ақпарат келтірілген. Сәбит Дөнентаев деген біздің ақын атамыз болған. Сол кісі наурызды былай дейді. Наурыз ол діни мейрам емес, халық мейрамы. Аурулар сауығамын деп, аштар тойынамын деп, жалаңаштар киімсізде күн көреміз деп, жұрттың бәріне үміт, әркімде жылы шырай сезіле бастап, бәрімізде табиғаттың бергеніне ортақпыз дегендей сағынышты көрісулері, жалынды құшақтасулармен жаңа жылды қарсы алатын мейрам екен наурыз мейрамы. Міне. Шынында да жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін шағы ғой енді міне осындай наурыздың алдында. Осындай наурыздың жөн жосықтары мен әдет ғұрыптарын сіздерге біраз бөлістім. Жастарға ғой көбінесе, үлкендердің көбісі біледі. Жастар керек өзіне қажетті ақпарат болса, осыны біле жүрсін деп бөліскенім. Наурыз күні әр елді, үйді Қыдыр ата аралайды деген аңыз бар екен. Себебі ол кісіні күтеді, жаңа жыл келді, Қыдыр ата келді деп. Бір жерлерде Қызыр деп атала береді. Бақыт сыйлайды, бата береді деп күтеді сол күндері. Оны өлеңмен былай деп айтылады екен бір қысқаша. Саумалық, саумалық, наурызымның көк құсы ұйқыдан көзін ашты ма? Саумалық, саумалық, Самарқанның көктасы жібіді ме көрдің бе? Саумалық, саумалық, ескі жыл кетіп, жаңа жыл келді, ескі жыл есіркей кет, жаңа жыл жарылқай кел деп, бір ескі ыдысты сындырып, жамандық кетсін деп ырым жасаған екен бұрынғыларда. Міне, құрметті көпшілік, наурыздың жөн жосықтары жайлы сіздермен қысқаша бөлістім. Наурыздан наурызға, наурыз кезіндегі тұспа-тұс келген оразаларыңыз қабыл болсын. Бір жылдан жылға өсіп өне беріңіздер, аман саулықта кездескенше жүздесе берейік. Сау саламатта болыңыздар.